Всем привет, достар. Бүгінгі видеода мен ASMR түсіретін боламын. Яғни бүгінгі жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Бұл жаңа жыл сіздерге зор денсаулық алып келсін, мол байлық алып келсін. Яғни жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Бүгінгі жаңа жылға орай мен ASMR видео түсіретін болып шештім. Сондықтан да видеоны көп созбай, видеоны бастайық. Бірінші біз чипсыдан бастайық. Чипсыдан бастайық. Чипсоны. Осында. Көк түсті. Краб. Қазір ашамыз. Қазір мен ашамын. Мен аштым. Осы. Қазір дәмін тартып көреміз. Достар, мен чипсыйдың дәмін тартып көрдім. Біз жақта краб деген чипсы бар, бірақ сырты басқа. Чипсоны емес, краб деген. Ол 100 теңге, бірақ тура дәмі осындай. Біз жақта 120 теңге да. Одан да краб дегенді ала салу керек. 100 теңге. Екеуінің дәмі бірдей екен. Сосын ала салдым осыны. Жарайды. Енді біз екінші затқа көшейік. Екінші зат бізде снеки бом. Осындай не ішінде орехи бар. Мынандай не сияқты. Қалай айтсам, M&M's бар ғой, сол сияқты. Міне мен қазір осыны ашамын. Міне аштым. Қазір бір тауын жеп дәмін тартып көрейін. Кәдімгі M&M's сияқты екен. Міне. Маған дәмі онша ұнаған жоқ. Но нормально. Дәмі M&M'ске вообще құсамайды. Дәмі вообще басқаша. Маған нормально. Но онда 5 балл қоям. Немесе 7. Қатты ұнаған жоқ. Нормально. Енді біздің келесі затымыз Альпен-Гольд. Фундук и изюм. Молочный шоколад. Қазір осыны ашып көрем дәмін. Фиолетовый екен. Мен ашамай жатырмын. Міне бір тесік шықты. Соны ашам қазір. Мына шетінде. Міне, достар, аштым. Иісі күшті. Қазір дәмін тартып көрейін. Арғы дауыстарға мән бермеңіздер. Мен мынаны ашып алайын. Міне. Альпен-Гольд. Дәмі өте керемет.
ішінде изюм бар екен. Өте күшті. Ұнады. Онда 10 балл қоям. Өте кереметті. Ал біздің келесі затымыз Snickers. Қазір ашамын осыны. Ойбай. Дәмі нормально. Онда 8 балл қоям. Бізде зат бітті. Жаңа бір чупа-чупс болған. Соның ішінен мынандай кәчет шықты. Осындай спиндер. Қазір айналдырып көрсетемін. Қазір қандай чупа-чупс екен көрсете келейін сіздерге. Міне осында чупа-чупс. Қабығымен тұрды да. Мынандай. И оның ішінен жаңағы спиндер шықты. Міне осы чупа-чупс. Достар, бізде зат аяқталды. Яғни жейтін заттар. Сіздерге бұл асмырым ұнады деген ойдамын. Менің бүгінгі асмырым ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Всем пока!